ба? Мен сізге қазір өкпенің салыстырмалы перкуссия бағытын жүргіземін. Жоғары киімдеріңізді шешіңіз. Қолыңызды дене бойыңызбен түсіріп тұрып, мұрныңызбен еркін тыныс алып тұрыңыз. Бірінші кезеңде бұғананың үстіңгі ойығына плесиметр саусағымызды қоямыз дағы екі күшті соққы және екі орташа соққы жасаймыз. Келесі бұғананың өзіне ұрамыз. Бірінші қабырға аралықта линия парастерналис бойымен перкуссия жасаймыз. Келесі екінші қабырға аралықта парастерналис пен медиоклавикулярис сызығы бойымен перкуссия жасаймыз. Үшінші қабырға аралық бойымен медиоклавикулярис сызығы бойымен. Келесі марингей ойығына. Қолыңызды басыңыздың арт желкеңізге қойыңыз. Бірінші қолтыққа тере қоямыз. Төртінші қабырға аралыққа. Бесінші қабырға аралыққа. Арқарамыз. Бірінші иық орамына. Қолыңызды айқастырып тұрыңыз. Жауырын аралыққа. Төменгі деңгейге. Жауырын сызығы бойымен жауырын бұрышына. Дәл солай бір қабырғаға төмен. Салыстырмалы перкуссияға сипаттама береміз. Өкпе үстінде анық өкпелік дыбыс естілді.